Selamünaleyküm oquvchilar. Bugungi savolımızda biz Python tilinde while sikl'larini ko'ramiz. Aldığımız sabaqlarda biz for loop'larda, және for loop'da break, және if, bundan keyin continue деген bulayıncha aytganda funksiyalarni qalay qo'llanamiz, soni ko'rgan edik. Endi bugungi savolımızda bo'lsa biz for loop'ga alternativ while деген loop'da, while деген sikl'ni ko'ramiz. While деген цикл for loop'ga qaraganda o'ngmen tengestirigiga kichkina kurdeli siyahtı ko'rinadigan bo'lsa, biroq buning da degan qo'llaniladigan yerlari o'ta ko'p. While'ning sintaksi o'quvchilar jo'g'orida ko'rsatilgan siyahtı bizning degan while degan so'zimiz bo'ladi. While degan ағылшын tilidan qozoq tiliga o'tirgan kezimizda bir narsa bo'lib жатқан kezdе. Men misoli men avtobusda kezindi, немесе men жұмыс жасап отырған кезінде. Яғни бұл кез дегенім неге байланысты? Condition деген сөзбен байланысты. Яғни біздің бір шартымыз осы жерге жазылған шарт дұрыс болған кезінде төмендегі кодтар жасайды. Бұл шарт қате болған кезде төмендегі кодтар жасауды тоқтатады. Енді мен неге күрделі деп айтамын? Себебі оқушылар біз for loop'та деген қанша рет қайталайтынын range пен do деген көрсететін едік. Ал бұл жерде болса biz өзіміз bir айнымалы құрастыруымыз керек. Мысалы, 0-дан 10-ға дейін while loop пен жаздыртатын болсақ, баста деген a дегенде bir айнымалыға 0 беремін. Ondan кейін while a кіші 11 дейін, a кіші 11 дейін. Ondan кейін ne деймін? Төменде print a деймін. A'ға 0 бердім. A 11-ден кіші болған кезде A'ны жазды деген мағынаға келеді бұл. Бірақ оқушылар мен қазір кодымды жасасам, бұл кезде оқушылар kodum тоқтамай жұмыс жасап кетеді. Неге? Себебі менің A həmişə 0 болады. Соның үшін оқушылар бұл жерге біз тағы да бір код жазуымыз, kodты деген енгізуіміз керек болады. Ол да A тең A қосылған 1. Немесе бұлайынша ыңғайлы түрде жазатын болсақ A тең 1. Бұл не мағынаға келеді? Әр ретінде A'ны көбейтіп кетеді. A'ны көбейтіп кеткеннен кейін баста 0 болып бастайды. Ondan кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болады. 11-ге тур келген кезінде болса, оқушылар, бұл біздің while цикліміз тоқтап қалады. Енді бұны бір сақтайық. Ondan кейін жасатайық. Көргеніңіздей, бізде 0-дан бастады. 10-ға дейін жалғастырып көрсетті бізге оқушылар. Енді қиын деуім себебі оқушылар, бұл жерде деген сіз өзіңіз деген бір variable'ды баста беруіңіз керек болады. Ал foreign range'де болса, сіз деген айды doğru қолдана беретін едіңіз. Екіншісі оқушылар, сіз деген шартты мына жерде беруіңіз керек болады. Ол да болса, біздің range дегеніміздің ішінде бар еді шартымыз. Үшіншісі болса оқушылар, қаншадан көбейетінде сіз тағы өзіңіз беруіңіз керек болады. Ол да біздің range'дің ішінде үшінші. Екінші үтірден кейін бар еді. Соң үшін while'ды қолдану кішкене қиындау. Бірақ кейбір кездерде ыңғайлы болады. Неге? Біздің шартымыз тек қана санға байланысты емес, басқа бір шартқа байланысты болған кезінде, сол шарт дұрыс жұмыс жасап тұрған кезінде төмендегі кодтар жасасын. Ал ол шарт деген тоқтаған кезінде болса, төмендегі кодтар тоқтасын дейтін болсақ, онда деген while'ды қолдану кішкене for'ға қарағанда кішкене ыңғайлы болады. Себебі for'да көбінесе biz деген сандармен жұмыс жасаймыз. Ал while'да болса, biz бір шартпен жұмыс жасаймыз. Олайынша while'ды ойласақ, while артқа қолданған if сияқты келеді маған. Әр ретінде сіз if қолданасыңыз, санды көбейтесіңіз, теңестіресіңіз. Егер теңестірген саныңыз, мысалы, бұл жерде a біздің 11-ден кіші болса, яғни шартымыз дұрыс болса, printті жалғастыр. If a 11-ден кіші болса, printті жалғастыр, тағы бір сан қос. Менің ойымша while артқа жалғастырылған if сияқты келеді. Ал мысалы while'да тағы бір нәрсе етіп көрейік. Мысалы сандарды деген 3-3-ден жаздыратын болса оқушылар, бұл жерде өзгертетін нәрсеміз әрине мына жердегі 3 болады.
Ең соңғы санды өзгертетін болса оқушылар, мысалы мына жердегі 11-ді 15 десек болады. Бұл кезде оқушылар сақтап тағы деген жүргізген кезімізде бұл кез 0, 3, 6, 9, 12 деп берді. Көргеніңіздей 15-тің өзіні бұл да жазбайды. Себебі мына жерде теңдік белгісі қоймадым. Егер мен теңдік белгісі қойғанда оқушылар бұл кезде маған 15-тің өзінде шығарып берер еді. Көргеніңіздей 0, 3, 6, 9, 12, 15 деп шығарып берді. Бастайтын жерimiz оқушылар bizde деген A айнымалының өзі болады. Немесе сіз өз білетін айнымалыңызды қолдансаңыздар болады. While loop'ы қысқаша осылай. Келесі сабақтарда біз деген for loop'ты, while loop'ты және for loop'тың ішінде if'ті, while loop'тың ішінде if'ті қолданып сұрақтар шешеміз. Сұрақтарыңыз бар болса төменге жазып қалдырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.